Қайырлы кеш оқырман. Айда өз өмірін Бішкекте. Нұрдаулет өз өмірін ауылда сүруде. Нұрдаулет тарапынан ешқандай қадам жасалмады. Қосылады деген үміт болған еді осы күнге дейін. Айда болса Қазақстанға келгісі келіп жүрме. Қазақстаннан туғандар келіп қалыптыр. Жақшылар десеке. Қазақ елі сәлем бердік. Амандасып қояйын сіздермен. Қалайсыздар? Нұрдаулет болса ауылына көшіп кеткен болатын. Бірталай уақыт ештеңе айтпады интервьюдан кейін. Енді бүгін құттықтап шыққаны бар енді. Құттықтамады деп ренжімеңіздер, кеше өткен өзім разговорный сториске шыққан жоқпын. Сонымен бүгін ассалаумағалейкум разговорный өзім шығып қояйын сториске. Ауылда өте бір жақсы күшті бір демалыс болды. Кеше енді сразу шығып кеттім стористерге. Өйткені стористерге қалай шығу керек екенін ұмытып қалыппын меніңше. Системалары өзі болады да. Осылай алып келу керек әңгімені деген сияқты. Енді мен әңгімені сразу айтайын деп отырмын. Кеше енді 8 март әйелдер халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен менің аудиториямдағы қарындастарымды, әпкелерімді, апаларымды, ежелерімді барлығын шын жүректен құттықтаймын. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, аман болыңыздар, бар болыңыздар, бай болыңыздар, бай қуатты болыңыздар. Алланың назарында, бақыттың базарында жүре беріңіздер. Солай. Айда қала, қозғалыс дегенді таңдаған болса, Нұрдаулетті ауылдағы тыныштықты аңсаған секілді. Айданың да хейтерлерге сөздері бар енді. Жақсы көңіл күйде бір үндеуін айтты енді. Бүгін сториске көп шыққым келіп жатыр қолға. Көрініпші. Хейтерлерге, негативчиктерге үйінде жатып алып мені көргісі келіп жатқан адамдарға көрініпші. Я здесь деп. Вот. Дайректіме дағы жазшы негативтеріңерді жаз қойға. Бүгін атайын көңіл бөліп оқып қойыншы сіздерге ішіңердегі негативтеріңерді. Солай енді екеуінің екі жаққа кетуі осы секілді. Айда қозғалыс, алға ұмтылу дегенді жақсы көреді. Ал Нұрдаулет жаймен баппен күнделікті өмірді сүргісі келеді. Екеуінің деген өмірге деген көзқарасы әр түрлі секілді. Бірге қайта қосылу үшін екеуі бір жаққа қарау керек. Қазір екеуі екі түрлі әлемде әр түрлі жаққа қарап тұр деуге болады. Сіз қалай ойлайсыз? Жақсы. Осылай бір тыныштық керек болып жүр екен де мағаншы. Тыныштықта телефонды палетқа қойып тастап демалып жатқаныма уже 6-шы күн болды. Рахат. Всем привет! Как ваши дела? Погода просто супер, хочется гулять и гулять, но не с кем. Вот, у меня сегодня очень много дел, у меня встречи, бюролер айтмақчы, у меня съемки. Еще что хотела я сказать. Көптер жазатыптыр, озыңды эмне кылып алгансың деп последний постыма. Озың чоңойуп кетиптир го, чоңойтуп алдыңбы, жарашпай кетти дегендер, озумду чоңойткон жокмун. Ошол эле ойдон. Жашоодо кичинекей эле, просто у меня брекети, у меня темир бар, ошо темирден мондай озум деп чоң көрүнөт, чыдай туруңуздар. Нұрдаулет көптен желіге шықпай кеткені болған. Бүгін болса өзінің бір ойларымен бөліскен болатын. Сізге оқып берейін, соңғы жағдайлардан кейін кішкене ес жинайын деп. Ауылда бір аптадан асық уақыт жатып демалдым. Бәрін ойландым, толғандым, енді тек өзім үшін әрекет ететінімді. Өзім үшін аяққа тұруым керек деп шешім қабылдадым. Кімнің дос, кімнің дұшпан екеніне де көзім жетті. Мен Алланың осы дүниеге жіберген жеке тұлға мықты пендесімін. Бойыма Алланың берген дарындар мен өнері мықты қасиеттерім бар шүкір. Енді осыларды шындап шын, реально әрекет жасауым керек. Ерегескендей менде бұйыртса бәрі жақсы болады. Сенде анау жоқ, мынау жоқ деп. Мені Алланың берген тағдымен сынауына түскен кездерімді кемсітіп айтқандар. Көктеріңді ашып қарауларыңды нәсіп етсін, дейді Нұрдаулет. Масқара не деген сөздер, тіптен оқуға ұялғаным бар. Жұрт айтса, айта берсін деп жүре бермей ме, кімге қақпа болады. Іші толған негатив Нұрдаулетте өте көп реніш. Айда енді өз өмірін Бішкекте, ал Нұрдаулет өз өмірін ауылда сүруде. Нұрдаулет тарапынан ешқандай қадам жасалмады. Қосылады деген үміт болған еді осы күнге дейін. Ал пікірлерге көшсек, Айда, өмір әдемі. Өмір сүріп қуаныңыз, сіз өте жассыз. Саяхаттаңыз, үйреніңіз, дамыңыз және бизнесіңізді дамытыңыз. Уақыт тез ұшады және уақыт емдейді. Сіз ажырасқан бірінші немесе соңғы емессіз. Сондықтан көңіліңізді қалдырмаңыз және ешкімді тыңдамаңыз. Сіз бәрін дұрыс жасайсыз. Тек сенің адамың емес еді, солай болды.
Siz intellektualda, табысты және сізді бағлайтын. Және сізді барлық тарақандарыңызбен бірге жақсы көретін жақсы адам табылсын дейді оқырман.